1 маусымда Елордадағы сот төрелігі академиясына құжат қабылдау басталады. Осыған орай арнайы мейманымыз бар. Сот төрелігі академиясының ғылыми білім беру орталығының директоры Ержан Егенбердиев мырза. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қош келдік. Енді соңғы жаңалықтарға сүйенетін болсақ, болашақтағы судьяларды даярлау жүйесін одан ары дамыту мақсатында енді оны жоғары сот төрелігінің қарауынан кеңестің қарауына өткізілді. Енді кез келген жүйе өзгерген кезде жоспарлар да өзгереді, ережелер де өзгереді. Қандай өзгерістер бар? Расында бізде осы бір айдан кейін бір жыл болады. Жоғары соттан жоғары сот кеңесінің қарамағына ауысуымызға. Бұл енді саяси құқықтық былай айтқанда бағдарлама деп айтуға болады. Себебі президентіміз тікелей өзінің жолдауында айтылып кеткен. Он өзгерістер бар бүгінгі таңда. Себебі жоғары сот кеңесінің негізгі бағыт-бағдары ол жаңағыдай қазіргі судьяларды тағайындау, оларды іріктеу. Сондықтан сол бағытта сот төрелігі академиясы өзінің қабырғаларында 1 жылдық, 2 жылдық оқу аясында сол судьяларды оқытып дайындайды. Одан кейін жаңағыдай өзіміздің сот жүйесіне жаңағыдай судья қызметіне жоғары сот кеңесі арқылы тағайындалады. Енді бізде қазақта жаңа ғана эфирдің алдында да айтып жатырмыз ғой, балам экономист болсын, балам сот болсын дейтіндер көп. Осы заңгер мамандығын таңдайтындар да аз емес. Жалпы сот болу үшін, оған оқуға түсу үшін қандай құжаттар тапсыру керек, қайда бару керек, кімдер түсе алады? Енді мынау жоғарғы заң білімі әрине бүгінгі таңда белгілі бір өзгерістерге ұшырап жатыр. Себебі соңғы 2 жылда президент жанындағы әкімшілік, парламенттің депутаттары, одан кейін жаңағыдай өкілетті осы білім саласындағы оқу мекемелерінің өкілдері қатысуымен өзгерістер енгізуді қарастырып жатыр. Енді жоғарғы заң білімі аясы ішінде өзінің тағы да түрлері бар. Бізге мысалы сот білімі деген бағыттар бар. Сот білім бағыты. Бұл бағыт әрине ерекше бағыт, өзіңіз білесіздер. Мемлекеттік биліктің өзі 3 түр айтқанда бағыты бар. Заң шығару, атқару билігі және сот билігі. Сол сот билігіне байланысты тиісті кадрлар дайындау өте маңызды. Барлық халық түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан жаңа формациядағы судьяларды әзірлеп дайындау, ол жаңағы осы академия соны арналып отыр. Және Қазақстан бойынша бұл жаңғыз жоғары оқу мекемесі. Енді кейінгі кезде білеміз, білім жүйесіне көптеген өзгерістер еніп жатыр. Саланы бағыттарды айтады ғой, бағыт бойынша оқыту. Осы сот саласында да арнайы бағыттар бар ғой. Мысалы, экономикалық сот бар, азаматтық сол бағыт бойынша білімді тереңдету қарастырылған ба? Иә, дұрыс айтасыз. Қазір таңда сот ісін жүргізудің өзі 4 түрі бар. Азаматтық, әкімшілік, әкімшілік құқық бұзушылық 4 түрі бар. Осы 4 түріне сай тиісті теориялық және практикалық магистранттарымыз білім алып жатыр. 1 жылдық деңгейде және Құдай қаласа осы жылдан бастап 2 жылдық деңгейде болады. Енді осы сот төрелігі академиясына тоқталайықшы. Ол болашақ заңгерге, болашақ сотқа не береді? Қандай артықшылықтары бар? Артықшылықтар әрине өте көп. Себебі бүгінгі таңда мысалы судья болудың өзі 2 жолы бар. Бірінші жалпы жол конституция бойынша бекітілген, ол жаңағы жоғары сот кеңесі арқылы іріктеп тағайындалу. Екінші жол осы біздің мамандырылған магистратура аясында сот төрелігі академиясы арқылы білім алып, оқып судьялыққа тағайындалу. Судьялыққа тағайындалу барысында 1 жыл бойы жаңағыдай магистрант тек қана білім алмай, арнайы білім алымнан бөлек өзінің еңбек өтілін сақтайды. Яғни 1 жыл еңбек өтілі қосылады. Одан кейін жаңағы жалақысын өзінің орта есеппен оклад деңгейінде стипендиясын алады. Жанақамен қамтамасыз етіледі академия тарапынан. Білімді арнайы мекемеде өткізіледі. Себебі мекемеде бізде арнайы сот отырысын залдармен жабдықталған, компьютерлері бар, кітапханасы бар дегенде, яғни барлық материал техникалық тұрғыда тиіс түрде әзірленіп дайындалған. Сондықтан ол айтқанда біліктілігін артудың бір үлкен несі ғой, түрі ғой. Әрине. Оның үстіне енді дүйсенбіден бастап құжат қабылдау басталады. Қайда бару керек,
қандай құжаттар жинау керек? Екінші, бірінші маусымнан бастап құжат қабылдау басталады. 29 шілдеге дейін ол жалғасады. Сондықтан осы 2 айдың аралығында барлық оқуға түсем дегендер біздің академиямыз Астана қаласында орналасқан, бейбітшілік көшесінде. Талаптар бойынша үш қана талап бар. Бірінші, жасы бойынша 29 жасқа толу керек. Екінші, біліміне байланысты жоғары заң білім болу керек. Үшіншісі, еңбек өтілі. Еңбек өтілі заң мамандығы бойынша кем дегенде 5 жыл болу керек. Осы үш талапқа сәйкес адамдар бар. Енді академия бір жылда қанша болашақ сотты дайындайды? Бізде бір жылда дайындыққа келетін болсақ, өзі 2 нысаны бар. Бірінші, жаңағы мемлекеттік тапсырыс бойынша, екінші ақылы. Мемлекеттік тапсырыс бойынша бізде 60 адам дайындалады. Енді ақылы негізде 45 адам. Бүгінгі таңда осы жылы біз 97 магистрантымызды былай айтқанда бітіруге дайындап жатырық. Осы бір айдан кейін бітіреді. Бір жылдық оқулары. 97-дің ішінде 60-ы жаңағы метіп кеткенде ол мемлекеттік тапсырыс бойынша, қалған 37-сі ол жаңағыдай ақылы негізде түскендер. 100-ге жуық былайша айтқан кезде жоғарғы білімі бар, еңбек өтілі бар, жасы толған, дайын маман ғой. Енді түлектердің ары қарай болашақтағы жұмыс тауып кету, жұмысқа орналасуы қадағалана ма академия тарапында? Әрине, бұл жерде де айтып кету керек. Мемлекет тапсырыс бойынша түскендердің міндеті бар. Кем дегенде 3 жыл мемлекеттің айтқанда, мемлекеттің жаңағы төленген ақысын өтеу. Ол үшін жаңағыда жыл сайынғы судьялыққа жарияланатын конкурсқа қатысу керек, және өзінің істеген жұмыс орнында кем дегенде 3 жыл атқару керек сол аясында. Енді ондай бізде созылмайды. Бұл да біздің ерекшелік шығар. Соңғы жылдары академия түлектерінің 90-нан астам пайызы бірден судьялыққа тағайындалып отыр. Бір жылдың ішінде. Енді академияның бағдарламасына, білім бағдарламасына тоқталайықшы. Оған тоқталмасақ болмайды. Жалпы неге басымдық берілген? Теорияға, немесе практикаға, қандай да бір тәжірибе алмасу бар ма басқа елдердің білім жүйесінен дегендей? Айтқан сөзіңіздегі барлық мәселе қамтылған. Теориялық та бар, практика да бар. Практикамыз осы Астана қаласының соттарында өткізіледі. Теория өзіміздің академиямызда айтқанда беріледі. Тәжірибе, шетелдік тәжірибеге де барады магистрантымыз. Ол 2 апталық деңгейде сырттағы жаңағыдай басқа елдің тәжірибесін алмасу бізде қарастырылған. Әрқайсысы бойынша тиісті бала есептерін береді, тапсырады, имтихандарын тапсырып, іріктеуден өтеді. Ол да бір іріктеудің бір түрі деп айтуға болады. Тамаша. Енді бізде уақыт шектеулі, студиямызға келіп, шынымен де болашақ сот маманын таңдайтындар үшін маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Сіздер шақырғаныңызға рахмет. Болашақта әділетті соттарымыз, сот төрағалары көп болсын. Рахмет сізге, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Қымбатты көрермен, Таңшолпан қосулы болсын.